Сәлеметсіздер ме, балалар? Сабаққа дайынсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің оқу құрал жабдығым. Бүгінгі сабақта біз оқыған материал бойынша дұрыс ақпаратты табуды үйренеміз. Жалғаулы сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолдануды үйренеміз. Жаңа сөздер. Тыңда, қайтала, сөздік дәптерге жаз, жаттап ал. Менің оқу құрал жабдығым. Мои школьные принадлежности. Қалың, толстый. Жұқа, тонкий, тонкая, тонкое. Жаңа, новый, новая, новое. Ескі, старый, старое, старое. Ребята, новые слова внимательно прослушайте и перепишите в словарь. Обратите внимание на произношение этих слов. Кітап, кітап, дәптер, қарындаш, қалам, өшіргіш, сөмке, сызғыш, қаламсауыт. Есте сақта, запомни, тәуелдік жалғау притяжательное окончание существительных. Менің дәптерім, ұштағышым, моя тетрадь, моя точилка. Сенің дәптерің, ұштағышың, твоя тетрадь, твоя точилка. Оның өшіргіші, ұштағышы, его, ее резинка, его точилка и ее точилка. Әлібектің дәптері жұқа, тетрадь Әлібека тонкая. Анельдің қаламсауыты әдемі, пенал Анели красивый. Алуанның күнделігі таза, дневник Алуы чистый. Ребята, обратите внимание на окончание. В казахском языке, если слово твердое, то к нему присоединяется твердое окончание. Например, ұштағыш, ұштағышым, ың, Если слово мягкое, то к нему присоединяется мягкое окончание. Дәптер, дәптерім, дәптерің, өшіргіші. Айтылым. Говорение. Сөйлемдерді толықтырып айт. Дополни предложение и скажи. Менің дәптерім қалың. Айтылым. Сұраққа жауап бер. Ответь на вопрос. Анельдің сөмкесінде не бар? Мысалы, например, Анельдің сөмкесінде қарындаш бар. Жақсы. Оқылым. Мәтінді тыңда, оқы, слушай и прочитай текст. Ребята, я сейчас вам прочитаю текст, вы внимательно слушаете. Мен мектепке барамын. Мектепке дәптер, қалам, күнделік, кітап, қаламсауыт апарамын. Қаламсауытқа қалам, қарындаш, ұштағыш, өшіргіш саламын. Айтылым. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы по тексту. Сен қайда барасың? Мектепке нелер апарасың? Қаламсауытқа нелерді саласың? Жазылым. Орында. Выполни. Қарашаның 17-сі менің оқу құрал жабдығым. Екінші тапсырма 88-ші бет. Суретке қара, сөйлемдерді толықтырып жаз.
Посмотри на картину, дополни предложение. Үлгі, Сашаның өшіргіші жаңа. Кері байланыс. Бәрін түсіндім. Әлі де көп білгім келеді. Көмекті қажет етемін. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.